Қайырлы кеш, дәулетті оқырмандар, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің қаржылық сауаттылыққа байланысты сабағымыз көптеген адамға пайдалы болады деген үміттемін. Дәл осындай мүмкіндікті беріп отырған Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен азаматтық бастамаларды қолдау орталығының грант аясында жүзеге асырылып отырғанын ескерткім келеді. Және де бұл сабақ барлық көрермендер үшін тегін, және де мен де өзім сіздерге қандай да бір пайдалы ақпаратым болсыншы, білгеніммен бөлісейінші деген мақсатпен осы сабақты тегін жүргізіп отырған жайым бар. Менен бөлек басқа да спикерлер бар, сіздерге қаржылық сауаттылық жайында, одан бөлек мемлекеттік гранттар жайында алдағы күндері дәл осы уақыттарда сабағын өткізетін болады. Сондықтан чаттан, каналдан алыстамаңыздар деп айтқым келеді. Ал мен сіздерге өзімнің сабағымда айтатын болсам, енді көп адам мені дәулеттен деп біліп жатады. Осы уақытқа дейін мен көптеген оқырманға әлеуметтік желіде қаржылық сауат, баспанаға бағыт төңірегінде сабағымды өткізіп келдім. Қазір де сол бағытта жұмыс жасап жатқан жайым бар. Сонымен қатар қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің 8-ші шақырылым депутаты, әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесімін. Қысқада нұсқа осы. Ал енді қаржылық сауаттылыққа келетін болсақ, мен баяғыдан бері айтамын, үнемі өз ақшаңызды санаудан бастау керек, үнемі есеппен дос болу керек. Немесе қазақта да жақсы сөз бар, есепті дос айырылмас деген дүние бар. Сондықтан барлық нәрсені есепке салып, жазып жүретін болсаңыз, әрине оның пайдасы тек қана өзіңізге болатыны сөзсіз. Қазір мен келісемін, мысалға, парламентке барғалы, әсіресе депутат болғалы көп адамдардан хат келеді. Неге орташа айлық немесе минималды айлық 300 мың қылмайсыңдар, неге ол 85 мың деген сияқты дәл осындай сұрақтар да көп. Президенттің тапсырмасына сәйкес 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап минималды айлық ол 85 мың теңге. Бірақ мына жерде біз бір нәрсені түсіндіргім келеді. 85 мың теңге деген ол барлық халықтың айлығы емес біріншіден. Екіншіден ол сіздің еңбегіңіздің көрсеткіші екенін айтқым келеді. Яғни сіздің еңбегіңіз бұл сомадан төмен болмау керек. Бұны мен не үшін айтып отырмын? Егер де бұндай заң болмайтын болса, мысалға сіз біреуге жалдамалы түрде жұмысқа барғыңыз келеді, біреуге жұмысқа орналасасыз, сол кезде сізге айтуы мүмкін. Жақсы, Бәтима болмаса Мырқымбай, бұл айлық, бұл жұмысқа саған 50 мың берем дейді. Сіз сол кезде айтасыз. Неге 50 мың? Ана өкіметтің бекіткен нормасы бар ғой, минимальный 85 мың болу керек. Міне көрдіңіз бе? Бұл жерде сіздің еңбегіңіздің құны, ақысы минималды түрде белгіленеді. Ол ақша көп жағдайда жетпейді. Ол бүкіл әлемде жетпейді. Мысалға, Америка құрама штатында мен 3 ай тұрып келген адам ретінде айтатын болсам, ол жақта да минималды айлықтың деңгейі, мысалға 1100 штаттарға байланысты, бірақ орташа мөлшерде $1160 деңгейінде бекітілген. Бірақ ойлап қарайықшы, әрине бұл соманы қазір теңгеге шағатын болсақ, біз келемізде 600 мыңға жуық ақша, бұл керемет деп айтамыз. Бірақ шын мәнінде реалистік тұрғыдан қарайтын болсақ, Америка құрама штатында да $1160 ештеңеге жетпейді. Себебі олардың өздерінің қымбатшылығы бар. Оларда мысалға нанның өзі біздің теңгеге шаққанда 1500-1800 теңгеге шығады. Жай ғана элементарлы түрде нанның бағасы болмаса, пәтер жалдап тұратын болсаңыз да, ол сізге жетпейді. Сонда не істейді адамдар? Қосымша жұмыс табады, немесе ол жақта да сол еңбек күші бағаланған өзінің нормасы ретінде осы минималды айлық қойылған. Тура сол сияқты мен бір ай Чехия қаласында өмір сүріп келдім. Чехияда да қарайтын болсақ, шамамен 1100 евроның айналасында минималды айлық. Ол жақта да бұл сома жетпейтін ескертіңдер. Яғни біз түсінетін бір нәрсе бар, минималды айлық ол ештеңеге жетпейді. Бірақ сіздің еңбегіңіз одан да құны төмендеп кетпес үшін мемлекет осындай нормаларды әр елде бекітіп отыратынын ескерткім келеді. Сондықтан да менің бір ұраным бар. Тірі адам тіршілігін жасайды, әрекет ету керек, қосымша жұмыс жасау керек деген сияқты. Одан бөлек тағы да бір нәрсе,
мүмкін бұл сабақты әртүрлі категориядағы жастар көреді, жастар көреді, үлкен кісілер болмаса орта буын деген сияқты. Бірақ мен бір нәрсені айтқым келеді. Адам өзінің жұмысында тәжірибе жинайтын болса, одан бөлек өзінің мамандығын жақсы білетін болса, өзінің саласын жалпақ тілмен айтқанда семшкедей шағатын болса, онда ол адам ешқашан 70 мың, болмаса 85 мың айлыққа ешқашан жұмыс жасамайды. Осы нәрсені біз білу керекпіз. Яғни біздің тағы да бір түсінетін нәрсеміз осы қаржылық сауаттылықты арттыру жолында есеп қисабымызды жасаймыз, барлық шығындардың барлығын есептейміз, және де не істейміз? Өз-өзімізді дамытамыз. Өз-өзіміздің құнымызды арттырамыз. Мен кезінде 2015-16 жылдары Қазақ ұлттық университетінде сабақ берген кезде мен қарапайым бір эксперимент жасап көрдім студенттеріме, 4-ші курстың студенттеріне. Оларға айтамын мен, студенттер, жақсы, сендер диплом алғалы жатырсыңдар, болашақта жұмыс істегенде қанша айлық алғыларың келеді? Анонимді түрде болсыншы, ешкім атын жазбасын, бірақ маған қағазға тапсырыңдар да беріңдер деймін. Сонда мен шошыдым. Шынымен шошыдым. Себебі ол жерде 2015-тің өзінде жазған студенттер маған 500 мың айлық дейді. Біреу жазады 600 мың, ішінде 2 миллион сұрағанға дейін бар да мысалға. Сосын мен келемде студенттеріме айтам. Қараңдаршы, енді аттарын білмеймін, ол кез анонимді түрде, бірақ барлығын сол минимальный 500 мыңнан басталған ғой. Сонда мен студенттерге сұрақ қоям да, екінші сұрақ, ал енді сол минимальный сол 500 мың теңге алуға сен лайықсың ба? Сенің білімін соған жете ма? Деген кезде студенттердің ол жерде 99% жоқ деген шығар. Неге? Өйткені олар енді ғана бітіріп жатқан маман, дипломдарын қолына енді алады, және де ешқай жерде бұлай особо жұмыс жасап көрмегенде. Ал енді ойлаңызшы, ешбір жерде жұмыс жасамайтын адам маман ретінде, жақсы дипломы бар, 4 жыл оқыды дейік, бірақ маман ретінде бірден 500 мың теңге сұрау дұрыс па? Әрине дұрыс емес. Көрдіңіз ба? Сондықтан да мен айтар едім, бастапқы кезде жұмысты үйрену үшін, өзінің құнын арттыру үшін, өзінің бағасын өсіру үшін ол адам не істеу керек? Тегін жұмыс жасап үйрену керек. Болмаса жарты ставка, болмаса мен үйреніп алайыншы деп. Одан кейін не болады? Уақыт өте келе ғана сіздің құныңыз өседі. Мен өзімнің тәжірибемнен айтайын. 2010 жылы мен студентпін. Хабарға тәжірибе алмасуға келіп, барып кел, шауып кел қызметін атқарып жүргенде мен 6 ай тегін жұмыс жасадым. Тек 7-ші айда ғана 24 мың, одан 10% налог ұстап қалатын, қолыма 22 мың 600 теңгені алатынмын. Банкомат нені бермейді. 500 теңге кейде 600 теңгені бермейді. Ровно 22 мың, келесі айда 23 мың теңге бетіп ауысып алып жүретін. Бірақ ол кезде де мен айтпадым, 22 мың, 23 мың теңге ештеңеге жетпейді деп. Өйткені ол да сол өзінің сол деңгейдегі минималды айлық деңгейі болды мысалға. Бірақ кейін уақыт өте келе не болды? Үйрендім, тәжірибе алмастым. Қазір біреу мені мүмкін телевизияға шақыратын болса, мен өзімнің құнымды білемін. Ұялмай қызармай өз гонорарымды сұраймын. Яғни айтпағым, кез келген салада уақыт өте келе сенің де құның өседі. Одан кейін тағы да бір нәрсе, кейбір адамдар бар, зона комфортадан шыққысы келмейді, сол 70 мың, сол 85 мың айлықтың деңгейінде жүре береді де, не істейді? Бәрін жамандайды. Ананы жамандайды, бастығын жамандайды, өкіметті жамандайды, депутат ретінде мені де, бізді де жамандайды. Бірақ мен айтқым келетіні, бәрібірде зона комфортадан шығуға тырысу керек. Сіз-ақ жұмыс жасалая береді. Сіз кетіп қалсаңыз да орныңызға басқа да жұмысшы келеді. Немесе тағы да бір мотивация, есіңізге сақтаңыз, сіздің жұмысыңызда ешқашан мына Мырқымбай Бәтима жұмыс жасады деп ешкім сізге ескерткіш орнатпайды. Көрдіңіз ба? Ал ел не айтады, анау не айтады, мынау шығып кетті ғой деп айтады деген, оның барлығы тек қана сөз. Өмір сіздікі, өміріңізді жақсы жаққа қарай жетелейтін де, немесе құлдырататын да тек өзіңіз. Бірақ бір нәрсені ескеру керек. Мен қаншама адамдарды былай қарап, зерттеп жүргенде де ол ғылыми түрде фрикциондық жұмыссыздық деп аталады. Яғни уақытша жұмыссыздықтың бір деңгейі, сіз бәрібірде мына жұмыстан екінші жұмысқа ауысу үшін 6 ай кемінде уақыт кетеді. Осы нәрсені ескеріңіз. Одан бөлек бізде тағы да бір үлкен минус, қаржылық қорымыз жоқ. Орыстарды білесіздер ме? На черный день деген оларда бір тіркес бар да. Бір нәрсе болса болды, на черный день деген сияқты айтады. Мен кезінде студент болып, менің группаластарымда жұмыс жасайтын банкте, әсіресе 4-ші курста магистратурам 1-ші курсында қызмет еткенде, Каспий банкте менеджер досым болды.
группаласым. Оған күнде бір апа келеді, кемпір келеді, күн сайын депозитке 1500-2000 теңгеден салады, күн сайын. Вроде біз ол нәрсені елеп ескермейміз, әсіресе біздің қазақтар. Бізге андай ғой, бізге бір ақша 50 000 болса, 100 000 болса ғана ақша, ал енді келіп 1000 теңге, 2000 теңге десе, ой, соған күніміз қарап қалды ма, ой, кім бар, кім жоқ дейсің деген сияқты. Болмаса, ой, ол ақша емес қой деген сияқты. Бірақ ана апамды қарайсыз, күн сайын ол не істейді, 1500-2000 теңге айына 30 күнде 60 000 теңгесін алып депозитіне салады. Сонда ана апаның түріне қарасам бір жұпыны көрінеді. Содан бір күні сөзден сөз шығып, ана маған да қызық болып кетті. Ана апаға айтамын ғой, сіз үнемі депозитіңізге майдалап ақша салып жүресіз, қанша жинадыңыз десем, күледі, мен бетіме қарап, ой, я там накопила 33 миллиона дейді. Мысалы, 33 миллион теңгесі жатыр. Түріне қарасам, үйтіп айтпайсың. Енді оны не үшін жинадың десін, внук деді ме, внучка учится в Германии, Германияда оқиды, соған мен берем андасында, одан кейін на свой черный день дейді, в следующем году планирую съездить в Европу дейді. В общем, сол апамның жоспары сондай. Міне, жинаған адам и плюс депозитте жатты, мысалы 33 миллионға ойлаңыз, банк қазіргі проценттік деңгейде айтатын болсақ, айына жоқ дегенде бір 350 000 теңге қосымша тағы процентін береді. Көрдіңіз бе? Яғни, олардың көптеген адамдардың түсінігінде жаңағындай қор жинайды. Біздің қазақтарда өкінішке қарай қаржылық сауаттылықтың аздығынан не істейміз? Кредит аламыз, ретке төлейміз, одан кейін кредитке жабатындай деңгейге жетті, кредитті аламыз, одан кейін кредит жабамыз мысалға. Одан кейін ұят болмасын деп тойдан қалыс қалмаймыз мысалға. Одан бөлек 50 000 теңге тапсанда 5 000 теңге жина дейтін болсан, оған қарсы шығамыз, ондай ақыл айтпаш, өз ақылыңды өзіне, болмаса тіпті мен сондай комментарияларды оқыдым да, мысалы, өз ақылыңды бір жеріне тығып қой деген мысалға, мойындамаймыз, тыңдағымыз келмейді мысалға. Ал мен айтатын едім, 50 000 теңгеңіз болса да, бітті, автоматты түрде миыңызға мен 45 000 теңге табамын деп, сондай настрой жасау керек. Міне 45 000. 5 000 теңгеңізді аласыз да жинауды үйренесіз. Өлсеңізді, тірілсеңізді Каспий банк болмаса үйдегі банкіге болсын жинай беруді үйрену керексіз. Мен бұл мысалды не үшін айтам? Ертеңгі күні сіздің қолыңызға, егер де сіз жинап үйренбесеңіз, ертең қолыңызға 500 000 келсе де жинай алмайсыз. Өйткені сізде фундамент іргетас дейді ғой, мынандай ақшаға деген мынау фундамент жоқтығынан. Білесіз, фундамент нашар болатын болса, үйде құлай береді. Тура сол сияқты сіздің ақша жинайтын фундаментіңіз жоқ па? 5 миллион тапсаңыз да, оны жаратып қоя бересіз. Мен бұны не үшін айтам? Пандемия кезінде қаншама өнер адамдары менен кезінде жеке консультация алды. Мен таң қалам. Сонда сіздің үйіңіз жоқ па? Ой, ана машина, ой, мен оны аренда қалған едім ғой үйді, болмаса уақытша алған едім ғой, ой, ол көлік досымдікі деп. Сонда аналар ұят болмасын, болмаса мә ана халық айтады екен ғой дейді деп, бүйтіп жарқырап жүргенімен көбі де мынандай қаржылық қор жоқ. Бұл ойлаймын біздің қазақтардың 80, мүмкін 85%-ында жоқ деген сияқты. Сондықтан да бірінші кезекте қаржылық қорды, жаңа айтқандай 50 000 тапсаңыз да 5 000 теңге болды, өлдім, тірілдім, мен жинау керекпін деген адамда настрой болу керек. Одан кейін жаңағы сіздің құныңыз артады демекші, сіз қашанға дейін минималды айлыққа жұмыс жасай бересіз. Қашанға дейін мен осы бір жұмысты жасай берем деген сияқты адамда бір не болу керек? Ішкі жану двигателі деймін. Бір нәрсе өртену керек. Мен сізге мысал айтайын. Сіз қазір сабақ қарап отырсыз. Құдай сақтасын, үйіңізде өрт шықса, не істейсіз? Сабақ қарап отыра бересіз бе? Үйтпейсіз, атып тұрасыз да, паника басталады, жүгіріс басталады. Тура сол сияқты сізде де ішкі жүрек дейін бе, ішкі асқазан дейін бе, ми дейін бе, өртену керек. Қашанға дейін мен осы жұмыс жасай берем? Қашанға дейін осы айлықты ала берем деген сияқты, Көрдіңіз ба? Сол кезде ғана сіздің өзіңізге деген құныңыз артқан кезде, өзіңізге деген құрметіңіз артқан кезде ғана сіз ешқашан минималды айлыққа жұмыс жасамайсыз. Егер сіздің құныңыз төмен, бастықтың алдында құныңыз жоқ болса, онда сіздің жұмысыңыз сағат 6-да бітетін жұмыс 9-да бітеді, 8-де бітеді. Бастығыңыз сізді суббота, воскресенье күні шақырып алып тағы жұмыс істетеді. Сөйтесіз де не істейсіз? Сізге бүкіл әлем жаман, бастық жаман, бәрі жаман болып шыға келеді.
Дұрыс па ол? Дұрыс емес. Ал егер де сіздің өзіңізге деген бірінші кезекте құрметіңіз артатын болса, одан кейін өзіңіздің құныңыз артатын болса, процесс қалай жүзеге асады білесіз ба? Бастықтың өзі айтады сізге: Мырқымбай, Бәтима, пожалуйста, кекетші. Сен оны бәрін біліп тұрсың ғой, сен тез істей аласың ғой. Болды, осыны істепсе, болды. Жарайды, бүгін сағат 5-те қайта бер. Болды, ол кезде өзіңіз диктовать етесіз. Бастыққа келесіз, айтасыз: мен неге 7-ге дейін істеймін, неге 9-ға дейін істеймін? Болды, жарайды, жақсы, қайта бер. Міне мен жұмыс процесінде де, кезінде университетте де оқытушы болғанда, телеарналарда продюсер болғанда да дәл осындай мысалдарды мен көретінмін. Дәл осы нәрсеге келген кезде, мысал ретінде айтайын, орыстар өздерін жақсы бағалайды. Бұл жерде енді мен ұлтты бүйтіп бөлгенім емес, бірақ көргенімді айтып отырмын. Біз не істейміз? Кейде жұмыста шай көп ішіп қоямыз. Сөзін ашығы, 5-тің шайы бар, бізде түскі шайы бар, таңғы шайы бар, шайдың түр-түрі көп те, мысалға. Ал орыстарды қарайсың, нақты жұмыспен жасайды, сағат қалай 6 болды, компьютерін өшіреді, бітті, менің жұмыс уақытым осы, болмаса оларда обетімен барлығы өзінің кестесімен, мысалға. Мен осы нәрсені өзімізде үйренсек екен деймін, өзгелерге де үйрете берсек екен айтқым келеді. Одан кейін тағы да бір қажылыққа байланысты біздің психологияда мынандай ұғым өте көп, әсіресе жас келіндерден хат келеді, кейде енелерден хат келіп жатады. Жас келіндерден келетін хаттың басым бөлігі мынандай болады: мен ақшаны үйде ұстамаймын, менің ақшам үйде тек қана енем ұстайды, менің карточкам сонда деген сияқты хаттар келеді. Менің түсінігімде ол дұрыс емес. Бюджет деген нәрсе бар. Мысалға, мемлекеттің де бюджеті бар, дұрыс па? Жыл сайын осынша 20-дан астам министрлік, осынша шығын кетеді, мына ақша анда жұмсалады, мына ақша мында жұмсалады деген сияқты сіздердің де отбасылық бюджеттеріңіз бір қазан сияқты болу керек. Оның барлығы бір ортақ қазанға құйылу керек екенін мен айтқым келеді. Бұл жерде ата-енеңіздің пенсиясы болуы мүмкін, күйеуіңіздің зарплатасы болуы мүмкін, сіздің қосымша табысыңыз болуы мүмкін, үйде тұратын қайныңыз может быть таксовать етуі мүмкін деген сияқты. Яғни бұл жерде әркім өзінің бір бере алатын, болмаса сол өзінің ақшасын отбасылық бюджетке, қазанға салу керек. Содан кейін барып ол бөліске кету керек. Неге? Сіз үйіңізде тамақ істеген кезде 5 адам тұрасыздар. Тамақ істеген кезде күйеуімнің порциясы мен бөлек істеймін, семшкенің майы бөлек қайнатам, тұзды бөлек нетем, так енемнің порциясы ол деп 5 тамақты, мысалға, 5 түрлі жасамайсыз ғой үйде. Аласыз да не істейсіз? Бәрін бір қазанға араластырасыз. Бір қазанға майды да құясыз, күрішті де саласыз, сәбізді де саласыз, етін де саласыз, сөйтіп араластырып тамақ істейсіз, дастарханға келіңіз дейсіз. Тура сол сияқты отбасылық бюджетте сенің ақшан, менің ақшам, сенің ақшан 4 күнге кетіп қалды, анда кетіп қалды, мында кетіп қалды, сен көп жұмсап қойдың, бүйтіп қойдың, тық қойдың деген әңгіме болмас үшін бәрінде отбасылық бюджет ортақ болуы керек. Ақша нені жақсы көреді? Есепті жақсы көреді. Ақша, тағы да бір нәрсе айтам, ол көп адамда бізде андай болып кеткенде, бір байлықтың өлшемі, болмаса бір адамның деңгейі, сол ақшасы көпке байланысты адамды уважать етеді, сыйлайды. Өкінішке қарай біздің қазіргі нарықтық экономика деп, әсіресе біздің Қазақстанда көп нәрсені ақшаға байлап қойған біз, өкінішке қарай. Олай жасауға болмайды. Ол байланған ақша жүрекке кетіп жатыр, жүрекке түскен ақша адамдардың арасында ұрыс керісті тудырып жатыр. Тура міне отбасында да солай, әйел мен күйеу арасында, ене мен келін арасындағы, неге? Өйткені ақша бізге жүрекке түсіп бара жатыр. Мен үнемі айтам, ақша біздің аузымызда жүру керек, миымызда жүру керек, болды, жүрекке өтпеу керек. Абайдың қара сөзінде бар ғой: жылы жүрек, нұрлы ақыл, ыстық қайрат дейді. Адамда болу керек. Бізде жүрегіміз жылы емес, жүрек ақшаға түсіп кетіп жатыр да. Ақшаға түскен жүрек қарайып кетеді. Тас жүрек болып кетіп жатырмыз, өкінішке қарай. Сол бір ақша үшін өткенде жаңалықтарын көрсетеді, 20 000 теңге үшін зейнеткердің басын бір ұрып, көшеде талдырып, өлтіріп, 20 000 теңгесін тартып алды. Ол не? Жүрек ақшаға түсіп кетті деген сөз. Сондықтан да менің айтатыным, ақшаны сіздер жай ғана төлем құралы ретінде қабылдау керексіздер. Болды, ол айналыс төлем құралы бітті. Болды, өзінің құны бар, номиналы бар. Бірақ ақшаны өмірге байлаудың қажеті жоқ.
Жаңа айттым ғой, нарықтық экономика деймізде біз көп нәрсені ақшаға байлап қойғанбыз да. Мысалға, балаңды қыдыртшы десе, ақша жоқ дейміз де. Сіз білесіз бе, мен Америкада жаңа 3 ай өмір сүрген кезде, олар қалтасында ақша болсын, болмасын, көшеге шығады да, жай ғана ағашты бетіп құшақтап, болмаса көшеде тұрған ана ботаникалық бақтар дейді ғой, сол бір әдемілікке тамсанып, тегін тұрған нәрсеге содан ләззат алады да. Содан демалады адам. Содан өзін бақытты сезінеді. Өкінішке қарай біз не жасап тастағанбыз? Кішкентай кезден баладан бастап, ақшама бітті, ана ойнайтын жерге барасын, ақша төлейміз. Болмаса сен сабағыңды жақсы оқысаң, мен саған ақша берем. Болмаса сен ананы істесең, мен саған ананы алып берем деп, барлық нәрсені ақшаға байлап қойғанбыз. Өкінішке қарай. Сондықтан да мен айтар едім, жүрек ақшаға байланбау керек. Ақша жүрекке түспеу керектігін мен үнемі сабақтарымда да, лекцияларда да бәрінде айтып жүрмін. Себебі ақша жай ғана төлем құралы екенін естеріңізден шығармаңыздар. Одан кейін осы уақытқа дейін менде болды, білесіздер, дәулетті күнделік бар, жинақтаймыз кітаптары сатылымда бар, әлі де бар. Сол жерде негізгі нәрсе Абай атамыздың, қателеспесем 15-ші қара сөзінде айтады, есті адамдардың қатарына қосылғың келсе, күн сайын, болмаса жұмасына, болмаса айына, немесе жылына бір рет адам өз-өзіне есеп беру керек. Ол есеп тек қана ақшаға байланысты емес, жалпы бүгін не істедім, бүгінгі күнім қалай өтті, пайдалы өткіздім ба деген сияқты адамда бір ішкі есебі болу керек. Ал енді мен тура сол есепті қаржылық сауаттылық, қаржылық жинаққа байланысты не жасадым? Мейлі сол 50 мың тапсаңыз да, 100 мың, 500 мың тапсаңыз да, сіз шығындарыңызды есептеу керексіз күнделікті. Мейлі күніне проездге 90 теңге бардыңыз, 90 теңге қайттыңыз, проездге 180 теңге кетті ма, жазыңыз. 180 теңге шығын. 160 теңгеге нан деген сияқты. 550 теңгеге қант магазинге кірдік, алдық дегенде. Бәрін жазуларыңыз керек міндетті түрде. Себебі, егер де сіз жазуды үйренетін болсаңыз, сізде автоматты түрде ақшаны жаратудың бір формуласы дейді ғой, формулировкасы қалыптасады. Одан кейін тағы да мынандай нәрсені үйрену керексіз. Егер де сіз бір зат алатын болсаңыз, ол нәрсенің қаншалықты сізге маңыздылығы, қаншалықты сізге керек. Мысалға, мейлі сол үйде қант бар делік, бірақ сіз қайтадан қант алу керек па сізге? Қаншалықты маңызды, қатты маңызды нәрсе емес, былай қарасаң, өйткені үйіңізде қант бар. Ал егер жоқ болса, ол мұнда әрине маңыздылығы артады. Тура сол сияқты киім алғанда да, телефон алсаңыз да, бір жерге барсаңыз да, барлығын сондай неге құндылығы, маңыздылығы деп, қаншалықты маңыздылығын өзіңіз ойша есептеуіңіз керек. Қандай адамдар бар? Ол енді менің өзімнің туысқандарымда да бар, анамда да бар. Список жасамайды. Сосын базарға барады да, ойбай, мен бытықи-шытықи заттарды алып кеппін, босын бекер алдым ғой деймін, мынаны қымбатқа алып қойдым, мынаны алмай қойым керек еді, немесе мынаны ерте алып қойыппын деген сияқты адамда өкініш болады. Ол көп адамда солай. Сондай өкініш болмас үшін сіз дүкенге, мейлі супермаркет, болмаса жаңағы мега дейміз ғой енді, болмаса басқа да сауда үйлеріне барған кезде сол тауардың құндылығын, маңыздылығын өзіңізше есептеуіңіз керек. Және жазу керексіз міндетті түрде. Мен осыны ғана алам деген сияқты. Себебі, егер сіз жазбасаңыз, жаңа айтқандай, бытықи-шытықи заттарға сіздің шығындарыңыз көбейіп кететіні сөзсіз. Одан кейін балаға келген кезде де, әсіресе әйел адамдар, аналарымыз барлық нәрсені балаға бергісі келеді, барлық нәрсені балам жесін дегісі келеді, бірақ мен айтқым келеді, бірінші кезекте сіз өзіңіз жеңіз, өзіңіз жақсысын көріңіз. Сол кезде ғана өзіңізге деген құныңыз артады, өзіңізге деген махаббатыңыз артады. Өзіңізге деген махаббатыңыз жоқ, бірақ сіз біреуге махаббат беретін болсаңыз, бір күні сізден де энергияңыз қалмай қалады. Ақша табу үшін адамның бойында энергия болу керек. Сіздің бойыңызда
энергия жоқ, яғни денсаулық та жоқ. Денсаулығы жоқ адам бәрібір айналып келгенде ешкімге керек емес. Бастығыңызға да керек емес. Сіз бір күн ауырасыз, бастығыңыз жарайды деп сізге бір апта больничный деуі мүмкін, сосын айтады сізге: Мырқымбай, Бәтима, қашанға дейін ауыра бересің, давай босат мына жұмыс орныңды дейді. Сондықтан да сізде бірінші кезекте энергия сізде болу керек. Энергия, махаббат сізде болу керек. Одан кейін барып сіз біреуге бересіз. А бізде көп жағдай нәрсе не? Мынаны кедейлік бейсана дейді, психология бедности дейді орысша айтқан кезде. Себебі мынандай сөздер бар да: ой, өзім алмасам да ол нәрсені мен саған әпердім, соңғы ақшамды саған жұмсадым деп көп ата-аналар баласын солай тәрбиелейді. Ал шын мәнінде олай емес. Сіз өмірге де бір-ақ рет келесіз, сізде көріңіз жақсы нәрсені, дәмін татыңыз, киіңіз. Сізден қалған нәрсе болса ғана балаларыңызға болсын сөйтіп бөліп бересіз. Көрдіңіз ба? Сондықтан да мына жердегі мен айтқым келетін нәрсе энергия. Энергия, мен айтам, ол ақша. Энергияңыз бар, ақша табасыз. Энергияңыз жоқ, ақша таба алмайсыз. Болды, осы нәрсені жазып, прям бір формула сияқты жазып алсаңыз, энергия тең ақша. Одан кейін тағы да бір мен түсінікті бір байқаймын біздің қазақтарда, әсіресе қоғамда почему-то байларға деген бір өшпенділік көп өте. Байларды ұнатпайды, байларды жек көреді. Бай дейме, біз почему-то ойлаймыз: мұны бір нәрсе жеп жатыр обязательно. Қаншама адал еңбекпен жұмыс жасап, байып жатқан азаматтарымыз жетеді ғой. Көшеден бір әйелді көрейікші, үлкен джипқа мініп алған әйелді көрсек, шуба киіп алсын, қолында iPhone 15 жүрсін, алтын тағып алсын, анаған қарайды да, сырт көзден танымаса да, анау біреудің тоқалы шығар. Анау не то, анау бәрібір ақша бір жерден ұрлайды, анау бүйтті, сөйтті дейді. Ол адам 24 сағаттың мүмкін 16 сағатында жұмыс істеп жүрген шығар. Мүмкін реально миллиондап әкеп жатқан кәсібі бар шығар оның адал еңбекпен. Біз ол жағын ойламаймыз да. Біз не істейміз? Бірден сол біздің мынау кеңес өкіметінің идеологиясы, кезіндегі Голошекин бастаған кіші қазан идеясынан, ашаршылықтың психологиясынан қалып қалған байларға деген өшпенділігіміз бар да, өкінішке қарай. Оны мен тағы қайдан байқаймын. Менің қызым қарапайым мектепте оқиды. Мен депутаттың, болмаса бізде түсінік бар ғой, депутаттың баласы крутой мектепте оқу керек. Менің Аллаға шүкір жағдайым жетеді ақылы түрде оқытуға. Бірақ мен балам үшін мектеп емес, бірінші кезекте балам үшін мұғалім таңдадым. Мұғалім, ұстаз. Ұстазы жақсы адамның ұстамы да жақсы болады. Бірақ менің балам оқитын мектеп 3 ауысыммен оқиды. 1200 бала оқып жатқан мектепте 3400 бала оқиды. Бір қызық болғандай, мен сол балалардың классына барып, өткенде 25 қазан республика күні ұлттық киім кигізіп, сөйтсем, классы таза, мұғалімі сондай талапшыл, одан кейін күшті форма киіп, бәрі бантигін тағып, күшті болып видео түсіріп, соны салдым ғой. Сол кезде біреу комментарий жазады да: әрине, бұл мектепте тек байдың балалары оқыса, бұл мектеп жақсы болмағанда не жақсы болады дейме, бірдеңе деп жазғанда бықсып. Сонда деймде, мен жаздым ол кісіге: бұл мектепте 1200 адамға арналған мектепте шүкір 3400 байдың баласы оқып жатыр дедім. Біздегі түсінік сондай да, қалыптасқан өкінішке қарай. Байма, неге адам байлыққа қарай талпынбаймыз? Неге мен де бай болам деп жоспар құрмаймыз? Неге біз қоғамда байларды жақсы көрмейміз? Неге? Себебі кеңес өкіметі идеологиясы байларға деген біздің көзқарасымызды өзгертіп жіберді. Ашаршылыққа дейін қандай едік? Қобыланды батыр жырын оқыңыздаршы. Тоқтарбайдың 90 мың жылқысы деген бар. Сол батырлық эпоста ешкім Қобыландыны оңбаған деген жоқ. Қобыланды әкесі Тоқтарбайдың қарны шығып кеткен деген жоқ. Халықтың малын тартып алды деген жоқ. Керісінше ол байдың асы деп той жасады. Байдың асы деген ұғым бар да. Қарапайым халық күтетін, осы бай жасасыншы, осындай той жасасыншы. Жомарт деген сөздің барлығы сол өзімізге тән еді де. Кейін идеология қалай болды? Ашаршылық кезде. Ұжымдастыру басталған кезде не болды? Менің мысалға 300 қойым бар.
басқа қарапайым қожалықтың, бұл отбасының оң қойы бар. Бәрі тең болу керек. Давай бәріне таратамыз. Міне, сөйтті де қарапайым халық байлардың артын қудалай бастады. Қоғамда ертегілер шығарды. Шық бермес шығайбай кім? Ештеңе бергісі келмейді. Қарны қампиған. Үйінде бәрі бар, бәрін тыға берді. Содан бізде психологиялық тұрғыдан байға деген көзқарас өкінішке қарай өзгерді. Бай қандай адам? Жеп жатыр, ұрлап жатыр, тонап жатыр, қарны шығып жатыр ол байдың. Болмаса бай қатынды көрсек, жаңағындай біреудің тоқалы деген сияқты түсінік бізде қалыптасып қалды. Мен өзімнің балаларыма бұндай ертегіні мүлдем айтпаймын да. Керісінше менің айтатыным, менің үйреткім келетіні балаларға айтам. Байсың ба, сен проблема шешесің. Байсың ба, сен мектеп салыласың, балам. Сен байсың ба, балам, жол салыласың. Байсың ба, сен шетел көре аласың. Армандаған, өзің қалаған көшеңде тұрасың. Өзің қалаған қалаңда тұрасың. Сондықтан бай болудан арланба, бай болудан қорықпа. Бірақ бай болудың да, байлыққа жетудің де жолы бар, я? Арам еңбек, сосын адал еңбек. Біз адал еңбекті дәріптеуіміз керекпіз. Адал еңбек адамда болу керек. Адал еңбек жасайсыз ба, Алланың сізге беретін өзінің бөлек бір шапағаты, бір мейірімі ол міндетті түрде бар, міндетті түрде ол болады. Адалдықтың арқаны ұзыдың дегенді жиі айтам. Адал боласыз ба, сол жолмен жүре бересіз. Алла сіздің абыройыңызды ешқашан төмен түсірмейді, тек қана дәрежеңізді көтеріп отырады. Мысал ретінде айтайын. Студент кезде, үйленген жылдары 2015-те мен Атакентте, Алматыда әйелім екеуміз бір бөлмелі үйді жалға алып тұрдық. Сол кезде Атакентте, Алматыда білетін азаматтарымыз білет, Тимирязев Әуезов көшесінің қиылысында жабайы сауда бар. Жабайы сауда дегенімізде көшеде адамдар әртүрлі нәрсе сатады, ол жерде көбінесе жеміс-жидек сатады ол адамдарымыз. Сонда мен бір мысалға тап болдым. Бір жігіт кәдімгі жеміс-жидек сатады. Төмен қарай бір 10 метр төмен қарай түссеңіз, жүрсеңіз, бір әйел адам жеміс-жидек сатады да мысалға. Тура соның банан ол. Банан андай болып кетпейді ғой, біреуінде сары банан, біреуінде қып-қызыл банан емес, бәрінікі бірдей. Содан ойымда ештеңе жоқ. Ана жігіттен келемде бір күні алма алам, бір сорттен ұмытып қалдым, лимонка деген сорт бекен әйтеуір. Содан бір 5-6 алма келеді маған. Ертесінде төмен жақтан келе жатамын да, ана тәтеден алам. Тура сол алманы алам. Бірақ маған салыстырмалы түрде мына жігітке алған кезде 5-6 алма болса, маған бір 4-5 алма ғана сап берді. Содан не керек, мен ерінбей жалықпай, екеуінен де тура сол сортта алманы алам. Екеуінен де алманы алып, көрші дүкендегі электронды таразыға барам, есептесем, ана еркектікі 1020 грамм. 1 килограммен 20 грамм артық. Ал ана елді есептесем 910 ба 920 граммда 100 грамм жетпейді. Қараңыздаршы. Енді қараңыздар. Мен үнемі адамдармен сөйлесуге тырысам бұрыннан бері. Сол кезде ана әйелге барып, мен жалғыз алмайсың ғой, енді күнде көріп жүрген адам, мен тура үйімнің қасында ана әйелге барып, саламатсыз ба, қалайсыз, саудаңыз қалай десем, ана адам, әйел адам үнемі негативін шашып тұрады. Сауда жоқ. Бәрі қымбаттап жатыр. Кредит анау, бірдеңе, өкімет жаман. Ол кезде Назарбаев еді ғой президент. Ана Назарбаев бір бәле жеп жатыр деген сияқты үнемі негативін айтады да тұрады. Ол жемесе, Назарбаев жемесе, біз өстіп тұратын бе едік деп. Ал ана жігітке барамды айтам. Сауда қалай десем, шүкір болады. Бұйырғаны, шүкір, аузында шүкіршілігі бар да. Содан не керек, ана жігітпен тағы да бір күн сөйлесіп тұрсам, айтам. Айтады, ол айтады. Осы саудада жүріп, үйімді алдым, Аллаға шүкір. Мына тұрған көлігімді алдым деп, жаңа универсал машинасын көрсетіп жатыр, Volkswagen ба, сондай болды, Passat. Соны көрсетіп жатыр. Шүкір. Енді келесі жылы той жасайым. Қазір қызым бар, бұйырса. Осы барлығы сауданың арқасы, шүкір деп тұр да. Сосын мен ана жігітті аламды, өзім қолынан нетемін, молодец. Менде осындай жағдай болды. Сенен де алма алдым, 1 килограмм артығы мен сенікі, 1000-нан артық. Ана кісіден алма алам, 901 нәрсе да. Енді мысалды қараңыздар. Сонда ана жігітке айтса, мен таразыдан ешқашан жеген емеспін дейді.
Таразы менің саудам адал болсын деп мен барлығын адал жасаймын. Соған сай мен таразыға керісінше адамдарға артығымен беруге тырысамын. Ол артығымен мен бердім ба, Құдай да маған беріп жатыр, шүкір дейді. Қараңызшы, аузында шүкіршілігі бар адам. Ал ана әйел немене? Өзі қоғамды жамандап, Назарбаевты жамандап тұрған адам, әрбір келген адамнан 80-90 грамм жеп атқанын түсінбейді де ол адам. Оған нормально. Ол адамды ертең күні билікке апарып сол тәтемізде, бірден мә өкіметке баршы сен, болмаса мә сен президент бол десе, ол не істейді? Бюджеттің қазынасын түбірімен жейді ондай адамдар, сондай психологиямен өмір сүретін адамдар, өкінішке қарай. Сондықтан да мен айтар едім, қай салада болмасын, әр адам өзінің жұмысына адалдығынан бастау керек. Адал боласың ба, Құдай саған өзі бере береді. Адал боласың ба, адал жүресің ба, адал еңбек етесің ба, Аллаға мынандай бүкіл әлемді жаратқан Құдай үшін сізге 3 комнаталы үй, машина, той жасап беруді проблема емес. Проблема тек өзімізден бастау болады, өзіміз проблема қылдырып аламыз сол нәрсені. Сондықтан жаңағындай бұл өзімнің басында көрген, өзімнің басында өткен мысалды айтып отырмын сіздерге. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан адалдықтың арқаны ұзын деген келеді. И алдағы уақытта сондай бір жемеу үшін біз көп жағдайда қазірде байқаймын, анализ жасаймын. Біз бәрін өкіметті кінәлай береміз де. Өкімет, өкіметтегілер жеп жатыр, опять депутаттар жеп жатыр, халықты ойламайды деп. Бірақ біз бір нәрсені түсіну керекпіз. Халықты ойламайды деп жүрген кезде, халықтың арасында да болашақ президенттер жүр. Халықтың арасында да болашақ министр, болашақ депутаттар жүр. Халықтың ішінде қазіргі кезде. Оларды да біз тәрбиелеу керекпіз ғой. Балаларыңызға жақсы тәрбие беріңіздер. Балаларыңызға инвестиция салыңыздар. Түсінем, қазір жағдай қиын деп айтамыз, сыныққа сылтау көп дейміз. Қазір 40 причина табуымыз мүмкін. Жаңа Қазақстанның жағдайы не үшін жаман дейтін болсақ, осынша қазба байлықпен анам деген сияқты әңгіме таусылмауы мүмкін де. Бірақ сіз бір нәрсені түсіну керексіз. Балаңызға салынған инвестиция, балаңызға салынған білім, ол ертеңгі күні қайтып келеді сізге. Өмір бумеранг. Қазір бүйтіп жүрген адам ертеңгі күні ол өкімет басында болуы мүмкін. Немесе өкімет басында отырған адам ертеңгі күні халықтың адамы болады. Пенсияға шыққан кезде, болмаса Құдай сақтасын, денсаулығына жаңағындай сыр берген жағдайда. Сондықтан да бәрін бөліп ажыратуға болмайды. Осы нәрсені түсіндіргім келеді, осы нәрсені көп адамға айтқым келеді. Ал енді сол баланың психологиясы бұзылмас үшін қазірден бастап балаңызға ақша туралы әңгіме айта беріңіздер. Отбасылық бюджет дегеніміз не? Балам, әкеңнің ақшасы осынша айлығы, шешең менің ақшам осынша, апанның пенсиясы осынша, атандікі осынша деген сияқты ұғымдар болу керек. Балаңыз ақшаны ұстап көру керек. Нау 5.000 теңге, нау 10.000 теңге, нау 20.000 теңге деп. Мен өткенде де пост салсам, айтады да, ойбай, 20.000 теңге көрмегелі қай заман дейді. Сондай бір не тауып аламыз да біз адамдай. Әйтеуір бір бәле қуатын адамда. Іздейтін адам табады ғой. Долларды ұстатып көріңіз. Ойбай, долларды қайдан алам демей. Бір 500 теңгені обменникке берсеңіз, сізге 1 доллар береді, 500 теңге. Не ол? 1 долларда балаңызға ұстатасыз. Балам, міне мынау ақша, мынау доллар, мынау Вашингтон деген сияқты үйретесіз. А бала сол нәрсені қабылдап, мына ақшаның номиналы жоғары, мынанікі төмен екен ғой. Немесе жаңағындай ақша ұстап көрген бала ертеңгі күні қомақты ақша көрген кезде, болмаса сол бюджетпен жұмыс жасаған кезде, ол бала ақшаны жүрегіне өткізбейді. Себебі не? Психология басқаша да. Өйткені ол ақшаны ұстап көрген адам. А бізде не? Өкінішке қарай түк көрмегендік психология бар да. Жаңағындай анау жеп жатыр, беп жатыр дегендерді аласында, ол да өзінің деңгейінде ештеңе көрген жоқ. Оның көргені өмірі жаңағындай кредит ештеңе жоқ. Дәл сол адамды өкіметке апарып қоятын болсын, ол да жейді, аямай жейтін болады. Сондықтан да балаларыңызға үйретіңіздер. Балаларыңызға ақшаның номиналын есептетіңіздер. Одан кейін енді әртүрлі категория ғой бұл жерде возраст бойынша, менің айтқым келетіні, балаларға ақша бересіз, оның сұрауы да болу керек, есебі.
500 теңге бердіңіз бе? Балам, кешке сұраңыз. Мына 500 теңге мен саған кеше беріп едім ғой, или таңда беріп едім ғой. Қайда жараттың? Пирожки алдым ба? Самса алдым ба? Кофе алдым ба деген. Иә, алдым дейді. Оның бағасы қанша екен? Қанша тұрады екен? Дейтін болсаңыз, балаңызға сөйтіп есеп беретін болсаңыз, ол да есепті ойланып тұрып жұмсайтын болады. Ертеңгі күні балаңыз 6-шы, 7-ші сынып, 8-ші сыныпқа переходной возраст басталған кезде, сіз балаңыздан ақшаның есебін сұрамасаңыз, енді әкем, шешем бұл ақшаны сұрамайды екен ғой дейді де, қолында бар 500 теңгесіне не істейді? Темекі алатын болады, сыра алатын болады достарымен. Көрдіңіз бе? Сондықтан да әр нәрсенің бағына сабақтың басында айтқандай, әр нәрсенің өзінің есебі болу керек. Есебін жасау керексіз. Адал еңбек ете білу керексіз. Бірақ білесіздер ме, адам сол еңбек етіп жүреді, мейлі сол адал табысын табады, қомақты қор жинауы мүмкін. Сол ақшасын жинап жатқан кезде өмір ғой. Алаяқтар шығады неше түрлі. Қазір ақпараттық технология, алаяқтар Қазақстанда емес, анау шетелде отырып сіздің ақшаңызды басқара береді. Анау сілтемелер жіберіп қояды да, WhatsApp-та бір приложенияларды. Сондықтан да бұл алаяқтан қалай қорғану керек, болмаса алаяқтық әрекеттердің қандай жолы бар, алаяқтарға тосқауыл қою үшін не істейміз, оны мен сабағымның екінші бөлігінде айтамын. Яғни ертеңгі сабақта жүздескенше, құрметті көрермендер, және де қайталап айтайын, дәл осы сабақтарымыз Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен азаматтық бастамаларды қолдау орталығының грант аясында жүзеге асуда. Бүгінгі пайдалы ақпараттарды міндетті түрде блокнотыңызға түртіп жазып алыңыз, ал ертеңгі сабақта біз алаяқтардан қалай қорғану керек, олардың әрекеті қандай туралы мен сіздерге толығырақ айтып берем. Ертеңгі сабақта жүздескенше.